Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün fevralның 21 çarşembe күні. Donbassның реинтеграциясы ақында кануны Арби кабинетінің отырушы вақтында Украина президенті Петро Порошенко имзалады. Весиқада Русия тәжавузчы дәвлет оларақ таныла. Канун ишғалжы мемориятының әрекет еткен Донецк ве Луганск вилаятларының районларыны ишғал етілген территориялар сарасына кірсеті. Русияге тәжавузчы дәвлетке кебі ишғал етілген территорияларда инсан ақларының бозылуы үшін месулиет еклене. Канунға көре Донбасста Русияның силалы истилясына қаршылық костырып бойынша тәдбірлер Минск аңлашмаларына терс келмей деп кайдеті Порошенко. Февраль 20 күні Қырымның канунсыз ишғалінден Русияның Арби истилясы башланған еді. Олар өзлеріне февраль 20 күні тарихи елі медальлеріні біле ясағанлар. Русияның мақсады тек Қырым яда девлетіміздің шарқы дегіл. Еминім мақсады бүтін Украинадыр. Айны шу күні бұл ғайет емиетлі канунның имзаланмасы тимсали бір шей. Канун вақтынша ишғал етілген территорияларының Украин суверенитеті алтына қайтуф стратегиясына аксете. Қырым ишғалінің 4-ші елығына UATV телеканалы хабер саясетінің зерлігінің ярдымы еле Кремль мобюслері сәрлевалы фильмны чықарған. Фильм араб, тюрк, инглиз тілерінде сізлендірілген. Бұның еле айны сәрлевалы Рисале Дерч әтілген. Дүния бойынша инсанларының диққатыны ярымада ишғаліне желп етмек үшін ичтимаи ағларда Қырым татар ресурс меркезі Liberate Crimea, яғни Қырымны азат етмек хэштегі еле языларны пайлаша. Ярымада деоккупациясы ве Кремль мобюслерінің азат етілмесіне халқара форум бағышланacak. Киевде февральның 26-сында кечірілежек. Форумдаки иштирагыны Авропа парламентінің депутаты Ребекка Хармс таздықлаған. Ми хочемо підняти питання взагалі можливості. Деоккупация бойынша халқара платформаны тәшкіл етмек имканиятының музакире етмеге істейміз. Бүгін невбетеке мева музакире етіле. Донбасс бар ве Донбассың реинтеграциясы меселесі бойынша сессий форматлар бар. Минск, Нормандия форматлары. Қырым меселесі еле ара-сыра көтіріле. Невбетеке тінтулерден, тевқафлерден сон. Факырымызде Украина достлары олған дәвлетлерінің ел башчылары севейсінде формаль платформа Қырым мезусына қол тұтқан еді. Бу esas нұқта, чүнки Русия саясеті олған азғарнан біле ғайырыдан бақалмасына йөнелген. Ишғалны танымамақ саясетіні ве санкцияларны. Я хотел бы призвать киевлян, гостей Киева, прийти на Майдан Незалежности. Февраль 26-сында saat 18-де Киев сакинлері ве мусафирлеріні Мустақиллік мейданына келмеге чағырам. Бірдемлік митингі олacak. Митинг черчевесінде февраль 26-сында олып кечкен адиселерінің хатырламаға істейміз. Бұлар митинг Қырымның азат етілмесі оғырында зорбалықсыз күреш нумайшы. İnsanlar o günde o vakıyalarının şartları çıkışta bulunacak. Русия тарафындан ишғал етілген Қырымның әбесханелерінде уйдырма қабатлар бойынша 40-тан зиеді саяси мобюс жазасына көре. Бұны тышқы ішлер назерлігі Твиттерде білдіре. Ярымада ишғаленің 4 елі ішінде Русия көветшілері Украинаның 456 ватандашыны тұтып алған еді. 377 сорғу ве 112 тынтув кечірілді. Назерлікте қайдетілгені кебі ишғал вақтында Қырымда инсан ақлары еле вазия дада кергенлешті. Украин ве Қырым татарларының тұтып әсір етілмесі адети бір шей олды. Тышқы ішлер назерлігі ишғал етілген Қырымда Қырым татар ве украинлерінің ақларының бозылуы аққанда Русияге қаршы меморандумны БМТ махкемесіне йоллайжақ. Ишғал етілген Қырымда Күлче тәртуінде шәкленген нефтерудовоз 45 кемесі Херсон шер мехкемесі тарафындан тұтып алынды. Кеме Украин байрағы алтында юрейді. Иқамет қайды Херсон лиманы. Бұны Қырым Мұхтар Жемхуриетінің матбуат қызметі білдіре. Февраль 17-сінде қанун құруйджилар кемеде тынтув кечірді. Весиқа навигация алетлеріні мұсадыре етті. Емде әркян азаларыны сорғуға чекті. Прокуратурада қайдетілгені кебі бұл Қырымның қапалы лиманларына кірген 4-ші корабльның тұтып алынмасыдыр.
Кремль незареті алтында олған Қырымның юқары махкемесі Ялта Хизбут Тахрир давасының иштиракчысы Исмаил Рамазановны мартның 18-не қадар аписте қалдырды. Бұны Фейсбукта Қырым бірдемлігі білдіре. Сақты даваны алып барған тақиқат Қырымлыны экстремизмде қабатлай. Рамазанов тайын етілген муддет içinde қабат білдірілгені себебінден азат етілмесіні риджа еткенеді. Қабатлайыжы тарафның шатлары девлет сырана сылтап шатлық етмеді. Махкеме салонына сой-соплар ве журналистлерге кірмеге ясақ етілді. Невбеттеке отыруш февральның 28-іне планлаштырылған. Украина Қырым ешғаленің башланмасы вақтында Эркунь Москваға наразылық ноталарына йоллайды. Фақат Русия дипломатлары оларға жауап бермейді. Бұны Оболони район махкемесінде қачақ президент Виктор Януковичның девлет хайынлігі давасы бойынша шатлық еткен. БМТ янындаки Украинаның даими темсилжісі Володимир Ельченко білдірді. Бұның еле айтқаны кебі Москваның мақсады БМТ телекөсізлік шурасының отырышында Януковичның мектубыны көстермектен ибарет еді. Иш бұл мектуб Кремльның фикріне көре Қырымға ордуларының кірсетілмесіні қаршылайды. Підписану копію цього листа. Русияның даими темсилжісі Виталий Чуркин бұл мектуптың имзаланған копиясыны 2014 сенесі мартның 3-інде БМТ Хавсызлық Шурасының топлашуында тақдым еткен еді. Отырыштан соң Русия әйеті язылы шекілде БМТ кәтибиетіне мұражат етіп, Януковичның бәянатыны Хавсызлық Шурасының весиқасы оларақ тарқатмаға риджа еткен еді. Фақат мектуп иләвесінде бәянат имзасыз еді. Чуркиннің көстерген весиқасындан фарқлы оларақ. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатында бұңа диққат етілгенінден соң, о айны мектупны енді имзанин йоллаған еді. Русия Бірлешкен Девлетлерінің санкцияларындан тахминен $3 миллиард мекдарында зарар көрді. Бұның Америка Бірлешкен Девлетлерінің Девлет департаментінің матбуат кетібі Хезерна Ауард білдірді. Ошыны да қайт етті ке Вашингтон Америка душманларына санкциялар вастасынен қаршылық көстерув ақындаки Американың қануны еле ясақланған малларны сатын алған шахыс ве тәшкілетларға низбеттен санкцияларны көрсетмеге азыр. Бір sıra мемлекетінің Русияның базы материал ве мақсулатыны алмағанындан мемнунмыз. Малюматымызға көре $3 миллиард зияде пара аққында сөз кете. Ве біз бұл транзакцияларны тоқтатып олдық. Ödemelerinin тоқтатылмасы бір жезадыр. Не үшін? Чүнки бұның себебінден Русия хазинесіне да аз ақша келе. Бұның Русияның месулиетке чекілмесі бойынша муафақиетлі қарар олғаныны түшінеміз. Авропа бірлігінің елчілері Украина топрақ бүтінлігінің бозылығы үшін месулиетлі олған 150 шахыс ве 38 тәшкілетқа қаршы санкцияларының ұзаттырылмасына қол тұтты. Бұны Радио Свобода білдіре. Сынырлав тәдбірлері да ярым ел девам етecek. Қарарының амелге кечірілмесі үшін оны Авропа бірлігінің шурасы алғышламақ керектір. Данимарка инсан ақларына қол тұтылмасы иқтисади инкишаф ве децентрализация сасындағы ислатларының кечірілмесіне Украинаға 65 миллион евро мекдарында ярдымыны бережек. Бұны Данимарка тышқы ишлер назирі Андре Самуэльсон Украинден адашы Павло Климкин иле музыкерелері вақтында білдірді. Самуэльсон хатарлатқаны кебі Данимарка мемлекетті демократия денішөвлеріне 2014 сенесінден итибарен қол тұта. Июльде есе эки мемлекетнің тыш ишлер назерлері Копенгагенде кечірілежек конференцияда көрішіп, Украина слиятларының илерілемесіні музыкере етежектір. Урметлі серджелер, бұл сонки хаберамыз еді. Ярын ғажа сағлықнен қалыныз көрішкенде.